в учебном году в рамках рабочих профессий. Бүгін керемет күн, білім күні, жаңа оқу жылының басталуы барлығымызға құтты болсын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жылды жұмысшы мамандығы жылы деп атауы, осы аясында үлкен жұмыстардың жүруі бұл өте үлкен маңызға ие. Осы білім алу жылдары сіздерге тек біліктіктеріңізді қалыптастыратын емес, сонымен қатар адал, жауапты, елжанды, адал азамат ретінде қалыптастыратын кезеңі болсын деп сіздерге тілеймін. Оборудование бізге қазір болған 3 миллионға. IT-центрда мен жаңа мамандығымыз ДПО деген. Не только, да, если мы занимаемся проектами. Как минимум в прошлом году мы внедрили мобильное приложение, которое разработали здесь на базе IT-центра, наш студент сделал. Это мобильное приложение как раз-таки для студентов, которое с нашей базы данных коннектится, и ребята могут видеть в онлайн-режиме расписание, свои оценки, также родители могут видеть. То есть мы знаем, что у нас дефицит электроэнергии по всему, как строятся различные станции. Здесь мы видим такое мини-производство в рамках учебного процесса. Ребята учатся отлаживать оборудование, отлаживать различные датчики, а также, как уже Алексей Александрович говорил, что современный электрик, он уже без программирования никуда. Линия электроэнергии, графики нагрузок и так далее. Осы оқу жылына біз 508 адам қабылдадық. Осы жаңа мамандыққа 61 оқушы. Жаңа мамандықтарымыз ол баламалы энергетика және дронмен басқару. Дронмен басқару мамандығына бізде 41 оқушы түсті, ал баламалы энергетика бойынша бізде 20 адам. Жұмысшы мамандық бойынша бізде 168 бала түсіп тұр. Және 508-дің ішінде 60-тан астам мақсатты заказ бойынша. Это өндірістің заказы бойынша 60 адам түсіп отыр.